Алмас досына, әріптесіне Қостанай көкпарының көшбасшысы Асанов Бағдәулеттен 100 000 теңге сыйақы. Қосылып қошеметтеп қойыңыздар. Асан Бағдәулет орнына тұрсын. Қостанай көкпарының көк жалы. Күні кеше Қазақстанның чемпионатына той салған. Таза. Жеңіс бар ма, жоқ па? Қазір төреші айтады. Төреші әдісті бағаласа, жартылай жеңіс қызыл белдіктегі спортшыға. Adam görüp oturmakta. Қараңыздар шағайын, арқалықта 70 жылдық тойына барыс қандай деңгейде өтіп жатыр. Бұйыртса, осы леппе жалғаса берсе 71 жылдыққа да барысты ұйымдастырғымыз келіп отыр. Басқа жақта тыныш өткенше, одан да шулап, айғайлап, қиқолап, арқалықтың төрінде өткен жақсы емес па? Дұрыс па ағайын? Біріне шыдай, марапаттау рәсімін суретке түсіріп, бәріміз бір адамның бір үйдің баласындай қалып, сол суретті соңына дейін шыдап қалай. Төреші әдісті бағаласын. Екі спортшы екі жаққа жүре беріңіздер, әдісті бағалайды. Жартылай жеңіс көк белдіктегі спортшыға таразы басы келісті. Міне қызық. Қиқу ағайын! Тоқтаймыз. Ортадағы төреші жартылай жеңісті Жұмағали Алмасқа берді. Екі жартылай, бір толық жеңіске Қостанай қыраны 2026 турнирдің жеңімпазы Жұмағали Алмас. Құтты болсын ағайын. Арқалық қаласында 70 жылдығына орай өткізілген дүбірлі доданың күміс жүлдегері Тимур Әбутай. Және де Бағдәулет Асановты 100 000